Сәлем достар, бүгін мен картоппен және капустамен пирожки жасадым. Енді осы пирожкидің осылай өте жұмсақ, дәмді болып шығатын универсал қамырдың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіп, видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстіне аздаған сұйық май және кішкене майонез салып жүрсеңіздер болады. Менде видеоға түспей қалыпты. Тұз, қант салып жақсылап араластырамыз. Суымыз міндетті түрде жылы болуы тиіс. Тым ыстық болмағаны жөн, себебі дрожжыңыз көтермей қалуы мүмкін. Және де дрожжымызды салып тағы бір араластырамыз. Енді осы сәтте ұнымызды електен өткізе отырып саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сол кезде сіздердің нандарыңыз үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Керегінше ұн салып, қамырымызды бақылаймыз. Қолға тым қатты жабысқақ болып жатса, үстіне тағы да ұн қосып жіберсеңіздер болады. Енді осының барлығын жақсылап араластырып, қолымыздың көмегімен осылай шарашамызды тазалап, жан-жағын жақсылап, жұмсақ етіп, қамырымызды илейміз. Менің қамырым көп болып шыққандықтан басқа шарашаға ауыстырып алдым. Және де бетін жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. 40 қабатты мен артық жерлерін алып тастап, осы жолы ұзынша етіп кестім. Әдетте мен бұдан кішірек етіп кесемін. Содан соң сәбізімізді күштен өткізіп, пиязымызды да турап дайындап аламыз. Осы сәтте картопымызды да ашып, суға салып пісіріп аламыз. Картопымыз піскесін дәміне қарай тұзын салып, үстіне сары май саламын. Өте дәмді болып шығады сары маймен. Немесе кей кезде мен пиязды сары маймен қуырып үстіне саламын. Және дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, барлығын езіп дайындап қоямын. Келесі кезекте табамызға сұйық май құйып, пиязымызды және сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Және үстіне бір ас қасық томат пастасын салып араластырып, сәл қуырған соң үстіне жаңағы турап дайындап алған 40 қабатымызды саламыз. Дәміне қарай тұзын салып, үстіне аздаған ғана су құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып тоқтырып аламыз. Біздің салмаларымыз дайын болып, суыған кезде үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, пирожкиге қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды ең алдымен осылай кішкене бөлшектерге бөліп, дөңгелетіп дайындап аламыз. Және әрқайсысын оқтаудың көмегімен сып, үстіне жаңағы капустамызды немесе картопымызды салып, пирожкимізді формаға келтіреміз. Мен осындай орташа көлемде етіп жасадым. Бұдан да кішірек етіп жасасаңыздар болады. Енді кезекте қызып тұрған майға пирожкилерімізді екі жағы қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Осымен біздің пирожкиміз дайын. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Міндетті түрде пирожкилеріңіз осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.